Siz ет алғанға екеуі аңтарылып тұр ғой. Ақтаз. Машинаң арт жаққа ашық. Жүр. Қой бері, саңыз шет, бейді. Анаң тұрмысқаның қыраға. Жүр, жүр. Шөп сағасын ба? Анау, шөп бітіп кетіп. Ары бері кеткен кезде тайға шөп керек ағы үйдегі. Көтер. Секір кетпесің. Шық, өзің шық. Ұстан. Ұстадым. Бәлесін қара. Тұр. Шықпа. Жат. Баса беріңіз. Басыңызда бойдаңыздар. Отыр тыныш. Ақ әрбір мәштемен жүріп үйренген. Елдің өзін екі жерге барды ғой, жетсасқа, балабақшаға, есіктіге барды. Бәлесін қара. Ал, кеттік. Не болды, сысып кеттіңдер ма? Көкқасқа. Алла қаласа 6-7 тазы болады ғой, күшіктер өшті ана. Иә. Көкшетаудағы тазы кесе. Көкшетауда да көкқасқа тазы келеді, Алла қаласа. Баяғы қандар ғой, ескі қандар. Бір ет яқтан су ішіп, тамақ ішіп, үйренсе кейін көп соғыспай. Ұялас. Иә. Қой. Ұяласықтар ұқсап дейді ғой қазақ. Ұяластар бірін-бірі қаппайды деп. Жетісу жақтың тазылары көбісі тықыр болады да. Тықыр болатын бізде қыс жайлы, күн ыстық қой. Қыс өте көп суық болмайды. Мына жаңағы Өскемен, Семей жақтарда қыс ұзақ ояқтың тазылары сол жердің табиғатына қарай жүндес келеді. Әрі кеседі. Алпауыт дейді. Маған қарай келгенде? Бұның аты қара көз деп. Жақсы түскен ол. Оқуға бармаған кезі ғой. Кішкентай ғой. Мұқағали деген жігіттің қаршығасы. Мұқағали. Мұқағали бей қара. Қаршығаның аты кім қаршығаң? Жендет. Қайдан ұстадың? Таудан? Өзің ұстадың ба? Кім ұстап берді? Әкең ұстап берді? Кім үйретті сосын? Әкем. Әкең? Әкем аса өзін үйретті, содан 2-3 күннен кейін маған берді. 2-3 күннен кейін сенің қолыңа берді ма? Сосын сен қайтып үйреттің? Мен оны ұстап, сипалап, ұйқысын алып, үйде ұйқысын алып, шырғаға шақырдым. Ең басында оны етке жегізуді үйреттік. Одан кейін ақырын бірте шақырдық үйден. Солай үйренді. Не алдың қаршығамен? Омен әрсір ешінік алмадым. Қазір балапан қаршыға ма? Түлектен шығарғансың. Ең алдымен оған қарғауына жіп байлайсың да, оны ұстап тұрасың. Оны екінші адам етке шақырады. Ол шақырған тойып алмау үшін оны ақын астымен бой тартып алады. Ақын еттен тартып алады да. Содан кейін ол кішкене сойғаннан кейін кептерге шақырады. Оны үйден шақырған соң көшеге шығарып шақырады. Кептерге шақырады. Кептерді әрбір ұшырып ойнатады. Соған келіп түсіп жейді. Сөйтіп үйреттің ба? Бәрекелді. Болашақта енді бүркіт бағасың ғой. Атаңнан үйреніп. Үлкен болғанда. Қаншаға келдің Мұқағали? 10-ға. Нешінші сынып оқисың? 4-ші сынып. Алғашқы құсың ба? Енді сол біздің сол арғы аталарымыз баққан екен. Біз бақтық, бізден балалар үйренді.
мысалы мен ұлдарым бекет мына медеттер бір қысап қазір өздері жеке салып жүр. Кезінде оларды осындай кішкентай болып аттың артына мінгесіп шырға сүйреп атқа мінгесіп барып жаяу сүйреп шырғаны сөйтіп жүріп таймен сүйреп сөйтіп үйреніп кейін өздері есейгеннен өздері жеке бүркіт бақты. Қазір енді Аллаға шүкір әйтеуір жақсы ойдағыдай меңгеріп келе жатыр ғой. Енді олардан немереміз үйреніп жатыр енді қазір. Қаршыға бұл жалпы балаларды осындай кішкентай кезінде қырғи қаршығадан бастап үйретеді. Өйткені бұл енді балаларға кішкене қауіпсіздеу бүркітке қарағанда. Сол қаршығадан үйренгеннен кейін, біраз тәжірибе жинағаннан кейін, жігіт 14-15 жастарға келгеннен кейін сол кезде барып бүркітпен айланысса болады. Өйткені ана алғаш қорқып қалса, бүркіттен десі қайтып қалады баланың. Бірінші баланың бойын үйрету керек қой. Түсіну керек бала, қысты қалай ұстау керек, қалай тамақтандырады. Содан бастап осы қарша қырғидан бастап бүркітке ауысады. Ананың етін тартып алғысы келіп тұр ғой. Мынаның енес аниды, е? Енес аниды. Мынаның әкелері? Әкелері ақтаз. Әкесі, мынау. Ақтаз. Әкесі ақтазы. Баласы мынау. Әкесі тартқан екен, екеуі де қараш. Сменнен келген мынау. Өй! Көке, оянсайш. Көке. Мына Сергей екен мынау. Анидегі жаңа қара тағы бір қара күшік бар, е? Осылардың ұяласы ол. Ұяласы ба? Қазақ айтады ғой, қақпан салған үйінде жатып алады, таз жүгірткен діңкесі қатып алады, бүркіт салған қызыққа батып алады деп. Бірақ әрқайсысының өз қызығы бар. Таз салып алудың ол өз бір қызық бөлігді дейі. Ал енді бұрынғылар айтады ғой, алғанда қыран бастан таз таңнан деп. Бүркітпен тазыны бірге салу, ол енді өнердің ең керемет шыңына жеткен кезіндегі дүние. Бүркітпен тазыны бірге салу ол оңай дүние емес. Ол үшін екеуін бірдей үйрету керек. Әйтпесе жалпы негізі бүркіт ағынды ала алмай қалса тазыға түсіп кететін сәттер көп болады. Сол үшін жаңағы бұрынғы ақсақалдар күшік кезінен жаңағы осындай күшік күннен бүркіттің төңірегінде өсіріп үйреткен көздерін. Бірін-бірін тимей таңғап, біріне-бірін сөйтіп жүріп, ана түлкі тығылған кезде тазының жақсы жері бүркітші қырда келе жатқан кезде қапталдағы бұтаның арасына түлкінің тазы қуып шығады, бүркіт биіктен барып түседі. Енді бір әдемі, енді ондай сәттер өте сирек кездеседі, керемет болады. Сол үшін ғой жаңа алғанда қыран бастан тазы таңнан деп. Тазының енді ол бір қызықтың қызығы керемет өнердің шыңы ғой. Екеуін бірдей салып алу. Қазаққа сол үшін бұл құнды. Тазы, жаңа бүркіт, бәрі бірмен бірі төрінде жататыны, бұны қадірлейтіні сол. Бұрын ата-бабаларымыз тазыны үйде баққан, қазақ үйде білесің. Кітаптарда жазады ғой, өзімізде бақтық қой қазақ үйде. Қазақ үйде пештің жанына орын жасап қоясың, қыстың күні жатады қазақ үйде. Шөп төсеп қоясың, астына көп төсеп. Ал енді далада мұздайды аязда. Бұлардың теріс жұқа ғой, мұздауық келеді. Жылы орын керек, тамағын бергеннен кейін. Бұлар енді адамға сондай еркелебес, сондай бағылмашыл болады. Мұна енді көкқасқа тазының тұқымдары, бұның арғы аталары жаңағы Қызылордадан келген көкдауылдың тұқымдары ғой бұлар, содан тараған. Бір кезде Мүлік екеуміз Қызылордаға барғанда, сол жақта Ерболат деген жігіттен, Келінтөбе деген жерден көкқасқа таза келгенбіз, кәрі. Сол күшік алайық деп, жақсы тұқым екен. Содан кейін содан тараған тұқымдар мыналар. Көкқасқа тазының қазір мынау выставка дейді, көрмеде анау қазір тазыға неше түрлі кінә тағып жатыр ғой. Мысалы мынандай мойында ағы бар тазыны кемшілік дейтін, аяғында аласы болса, олардың ойынша тек қана көкқасқа аяқтары да көк, бүкіл денесі көк болу керек дейді. Ал енді бұрынғы ата-бабаларымызда осындай көкқасқа таздар болған, мойында мойнағы бар. Осындай мойнағы бар таздардың көпшілігін жаңағы олар бұрынғылар ақсақалдар айтады екен, осылардан көп қасқырға түсетін шығады деп. Мойында аласы болса ма? Иә, мына мойында мойнағы бар, ақ жолақтары бар. Енді бәрі бірдей емес енді, ішінара солардан жақсы шығады деп ақсақалдар. Бұларындағы аттың сыны сияқты сыны көп болған ғой, ол кездегі ақсақалдар деген жілігінен шаққан. Бұл тазыны көресіп, қаншалық өнері барын білген. Мына құстың жалайыр шора
көресе ұшып бара жатқан құсты білді деген сияқты. Ол уақыттағы ақсақалдар көп болды ғой. Үйде бақыпты мысалы, жанына балап. Бір ауылды баққан аңыздар көп қой тазының. Бір ауылды бір тазды баққан деп. Өйткені ол кезде аңға шектеу жоқ, аң алады. Жаңағы кедей-кепшіктер бөліп жейді оны. Бөліп алады. Қақпамен ұстап, тазымен ұстап. Мылтық жоқ ол уақытта. Петелі мылтық дейді, оның өзі біреуде бар, біреуде жоқ. Сол кезде осы тазылар көп жұмыс істеген адам үшін. Сол үшін бұны қатты қадірлеген ата бабаларымыз. Төріне жатқызып, үйге жатқызып, жылы орынға. Кетейік бай. Мынаны бөтенсіп тұр, анаған көп үйтпейді анау. Бұлай күнде келмейді ол. Бүркіт басталмасын. Мынаның етіне тұмсықтаған ба тазылар? Ау. Бүркіттің етіне тұмсықтаған ба тазылар? Жоқ, мыналар біледі ғой қауіпті екенін, өйткені бүркіттен қай жерде көрген ғой. Сеткіге жақында, оңашылық жақындамайды бұлар, біледі. Бұл сеткіге жақындағанда алыста тұрып, таспен атып, шошытып жібереміз ғой. Мына сырттан келген бөтен иттер қауіпті. Білмейді олар енді. Білмейді бар, искейді бар. Не екенін де білмейді олар. Мынаның ойнағанын қара. Басып келсе қанқа дейді екен.